Балалар 136 беттегі 425 тапсырмаға назар аударайық. Азайтуды орындаңдар. Біріншісінен бастаймын. Мінекей, 3-тен 1 азайту 9-дан 1 тең. Енді балалар, бөлшектерге амалды орындаған кезде жай бөлшектер алымдары бөлек, бөлімдері бөлек болып тұрған жағдайда бөлімдерін бірде қыламыз, яғни бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріп, одан кейін барып амалдар қолданамыз. Демек, 3-тен 1 мен 9-дан 1 бөлшектерінің бөлімін бірде қыламыз. 9 саны 3 санына еселік бола алады. Демек, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Алымында 1-ді 3-ке көбейтемін. Ал балалар ашып жазамыз. Мінекей, 9-дан 3 азайту 9-дан 1 деймін. Тең 9 бөлімі еш өзгеріссіз жазылады. Алымы 3-тен азайтамыз 1-ді тең болады 9-дан 2-ге. Келесі екінші 21-ден 10 азайту 3-тен 1. Ең кіші ортақ еселіктері екі санның 21 мен 3-тің 21 болады. Сондықтан 3-ті көбейтеміз 7-ге, 1-ді көбейтеміз 7-ге. Ашып жазайын. 21-ден 10 азайту 21-ден 7 тең. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады 21. 10-нан азайтамыз 7-ні. Алымына амал қолданамыз. Жауабы 21-ден 3 болады. Келесі үшінші 15-тен 14 азайту 5-тен 3. 15 саны 5 санына еселік бола алады. Демек, 5-ті 3-ке көбейтеміз, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Толықтауыш көбейткіштерді жаздық. 15-тен 14 азайту 15-тен 9 тең. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады 15. Алымы 14-тен 9-ды азайтамын 5-ке тең. 15-тен 5 болды. Төртінші 18-ден 17 азайту 9-дан 1. 18 саны 9 санына еселік бола алады. Демек, 9-ды мұнда 2-ге көбейту арқылы 18-ге келтіреміз. Алымында бөліміне көбейткен санға көбейтеміз балалар. Жазайын. 18-ден 17 азайту 18-ден 2 тең. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады 18. 17-тен 2-ні азайтсақ 15-ге тең. 18-ден 15. Келесі бесінші 9-дан 4 азайту 45-тен 13 тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. 9-ды 5-ке көбейтеміз. 4-ті 5-ке көбейтеміз. Ал 45-тен 20 азайту 45-тен 13 болады. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады 45. Алымы 20-дан азайтамыз 13-ті тең болады 45-тен 7-ге. Мінекей балалар. Келесі 6-шы 3-тен 1 азайту 30-дан 7 тең. 3 пен 30 санның ең кіші ортақ еселігі 30 болады. 30-30-ға да 3-ке де бөлінеді. Демек, мұнда 3-ті 10-ға көбейтеміз. Алымында 1-ді 10-ға көбейтеміз. Тең болады. 30-дан 10 азайту 30-дан 7 тең. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады 30. Алымы 10-нан 7-ні азайтсақ 3-ке тең. 30-дан 3 шықты. Балалар, осымен 136-шы беттегі 425-ші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар.